Баршаңызға қайырлы күн достар. Бүгін сіздермен осындай бисквиттің жасалу жолымен бөліскім келеді. Менімен бірге болыңыздар. Ең алдымен құрғақ ыдысымызға, міндетті түрде құрғақ ыдыс болуы қажет. Сары уызымыз бен ақ уызымызды бөліп аламыз. Және де қантымыздың тең жартысын сары уызымызға салып тастаймыз да, ақ уызымызды миксерлеуді бастаймыз. Және де миксерлеп бастағаннан бастап мүлдем тоқтатпаймыз миксерді. Және де жаңағы қантты бөліп салып тұрамыз, бірақ миксерді мүлдем тоқтатпаймыз. Осы күйінде миксерлей беретін боламыз. Мінекей дайын болды. Осылай ыдыстан мүлдем түспеуі қажет. Біздің ақ уызымыз дайын. Ендігіде жаңағы сары уызымызды миксерлейтін боламыз. Ағарғанша миксерлейміз. Және де жаңағы дайын болған ақ уызымызға осы сары уызымызды жайлап салатын боламыз. Және де төменнен жоғары қарата осындай силиконды лопатымен немесе қасықпен жайлап бұлғап араластыратын боламыз. Бізде ақ уызымыз басылып қалмауы қажет. Және де бөлек ыдысымызға ұнымызбен қамыр қосқышты араластырып, жақсылап араластырып аламыз да, ситадан жаңағы біздің массамызға бөліп салып, жаймендеп астынан жоғары қарата бұлғайтын боламыз, араластырып шығамыз. Араластырған кезде осылаймен араластырасыздар, арасында ұн қалып қалмауы қажет, соны қарап осылай бір тексеріп алуларыңыз қажет. Және де пешімізді алдын ала 180 градуста қыздырып аламыз. Мінекей осылай формочкаға салып 30 минуттай пісіріп аламыз. Мінекей менің бисквитім дайын болды. Егер сіздердің формаларыңыз кішкентай болса, бұдан да биік болып шығады. Менімен бірге болғандарыңыз үшін рахмет. Каналыма тіркеліп, мені қолдап кетіңіз. Сау болыңыз.